Бауырлар, қандай керемет уақыттарға тура кеп қалдыңыздар, жұрттар шыршаны айналып атқанда сіздер қағбан айналдыңыздар. Күніне 3-4 ұстаз Қазақстанда артынан жүгіріп жүр ұстай алмайтынсыздар. Өздері алдарыңызға келіп отырып сабақ береді. Сіз кесеңіз болды, магазинге шығып кетпей. Қандай рахат. Соның өзінде магазинде етіп қаламыз ғой. Бисмилля. Құрметті бауырлар, бүгінгі тақырып күнә деген дүние туралы айтылмақшы. Оның орны туралы. Көп адамдар ойлайтын шығар енді, күнә ғой. Ол енді ұстаздардың көпшілік айтып жүр. Тәубе, оны да айтып жүр, тәубенің шарттарын да айтып жүр. Қалай болады екен деген дүние бар. Күнәнің біздің өміріміздегі орны. Сол туралы айтып кетпекшімін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Күнә негізі екі түрлі болады деп айтсақ болатын шығар. Алланың алдындағы күнәміз, адамның алдындағы күнәміз. Немесе былай айтқанда, одан да бір қарапайым тілмен айтқанда, адамның бір көңіліне қалатын, ол ренжитін тірлік жасап, соның алдында айыпты болу. Екіншіден, Алланың алдында бір қандайда бір Алла тағала сізбен бізден ренжитіндей айыпты болу. Дұрыс па? Енді өте қарапайым тілде айтқанда, осы екі дүние сияқты көрінеді. Осы екеуінің орны соншалықты қызық. Психологияда адамның өмірін, ішкі жан дүниесін зерттейді ғой. Бұл қандай сезім бұл? Қандай сезімде болу керек? Адамға не сыйлайды, және бұл сезім қандай бөліктерден тұрады деп неше түрлі ғалым зерттеген екен. Оның ішінде ең атақты Зигмунд Фрейді де бар, басқасы да бар, Кляйн деген кісі де бар, басқа. Неше түрлі психолог мамандар бұны зерттейді ғой. Күнә деген не? Күнә деген не? Оны қалай түсінеміз? Адамның жан дүниесіндегі әсері қаншалықты болады? Одан қалай құтыламыз? Біздің жүрегімізге не әсер етіп кетеді? Деген сияқты түсіндіреді. Соның әсерін кішкентай қоя отыра біздің дінімізге салыстырғым келеді. Біріншіден, бұның әсері кінәлі болу деген әсер көбінесе адамның ішкі жан дүниесін қозғайды, ол анық дүние. Бірақ оның өзі бүкіл барлық психологияда атақты ғалымдарды бір-біріне қайсы келген, қайсы келмеген бәрін біріктіре салайықшы. Сөйтіп жобасын айтайын. Адамның бір кінәлі болған кезде екі түрлі жағдайы болады екен. Шыныменен тыйым салынған немесе бір қандайда бір жамандық жасап қойғаннан кейін кінәлі болып сезіну. Ал енді екіншісі, ешқандай кінәсі жоқ. Бірақ сол сен кінәлісің деп жалған сезімменен өз-өзін арбау. Бұл екеуі де бар көп адамдарда. Мысал айтайық. Біреудің себебінен сіз өзіңіз кінәлі болып қалған сияқты боласыз. Кейде да, мысалы, бір жерге бір адамды жұмысқа кіруіне себепкер болдыңыз. Немесе дейік, екі жасты үйлендірдіңіз. Дұрыс па? Екі жасты үйлендіруге себеп болып қалдыңыз. Қызды ұлға тауып бердіңіз, ұлды қызға тауып бердіңіз деген сияқты нәрсе. Ортаға бір түсіп қалдыңыз. Немесе бір адамдар сауда қылып жатыр еді, сізді ортаға қосып, мынау жиенім еді, нағашым еді, жекжат, жұрағат деп ортаға түсіп қалдыңыз да. Сол екі мәміле бұзылды. Мысалы, саудада келісім болмай қалды, біреу-біреуін алдап қойды ма, біреу-біреуін реніш болды. Жәл сол сияқты жан ұяны екеуін қосып едіңіз, реніш болып қалды. Дәл сол сияқты бір адам жұмысқа кіргізіп едіңіз, дұрыс болмай қалды. Мысалы, жұмысқа кіргізген адамыз ана жерден ренжіді. Мен қай жерге апарғансың, мынау не деген коллектив мынау. Мысалы, мынау не деген жер мынау деген сияқты. Немесе керісінше, сен маған қандай адам алып келгенсің? Мынау дұрыс жұмыс істемейді, жұмысына келмейді деген сияқты. Қай халде де осы жағдайда сіз кінәлі сезінесіз. Оның орны қандай дәрежеге барады? Мен бірінші зияндығын айтайын, сосын орындарын. Өте қысқа айтып кетем, мұқият болыңыздар. Біріншіден, бұл осындай жалған сияқты кінәлі сезім, неге жалған сезім екенін айтайын. Жалған кінәлі сезімдігі сонша, бірақ сіз өзіңізді кінәлі сезген себебіне сізде соматикалық аурулар пайда болады. Денеңізде ауру пайда болады екен. Шынымен денеңізде ауру пайда болады. Соның өзіңізді кінәлі сезінгеннен.
Екіншіден, ал енді шынайы кінәлі сезінгеннен оны жумасаңыз да ол да ауыртады екен сізді. Ауру қылады. Жүрек ауру, талма ауруларына шейін адам барады. Не істеу керек? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтқан сөздерін бәрін жинасаңыз да, Құран-ы Кәрімнің бәрін жинасаңыз да, қандай күнә амал оның артынан тез арада жақсылық жасау керек, және оны жуу керек, тәубе қылу керек. Оның емі сол. Құранда қанша рет ақтарсаңыз да, емі біреу ақ. Күнә жасадың ба? Атби'ас сайятал хасаната тамхуха. Жамандықтың артынан жақсылық алып кел, өшірет. Оны өшірет дейді. Оның өзінің орны бар, енді ол үлкен бір неғымайық қойық, өте қарапайым айтып кете қойдым. Екіншісі, сол тәубе мағынасы. Тәубе қылу. Аллаға қайтадан қайта келу. Оны ғалымдарымыз керемет түсіндіреді. Алла тағала пендесін аты жоғалып кеткен, кейінірек жоғалып кетіп тапқан егесінен де артық жақсы көреді, күтеді дейді. Бір адам адасып кетсе, Алланың жолынан, ақыры бір күні қайтадан келсеңіз, сізді Алла тағала жақсы көреді екен. Адамдардың алдында да кінәңізді жуу дәл сондай. Еш қашан біреуге кінәлі болып қала салып, ол шын кінәлі ма, немесе біреу арқылы андай бір косвенный дейді ғой, тікелей кінәңіз жоқ па, қай жағдайда да сол күйі қалдырмауыңыз міндет. Біріншіден, ол өзіңізге де, ол кісіге де зиян. Және де ортаға шайтан кіруіне себепкер болады. Ол одан сайын ұзай береді. Сіз теріс қараған сайын араңыз ұзай береді, ақыры өте қатты қақыған қыс болып, суық болады араларыңыз. Қалай жуу керек? Оған күш тауып, барынша жұмсақ сөйлеу керек. Өйткені арадағы мәселені жуу, тазалау біріншіден өзіңіздің денсаулығыңызға пайдалы, екіншіден ақыретіңізге пайдалы. Біліңіз, Алла тағаланың ақысы бар, бірақ Алла тағала есепсіз мейірімді. Алла тағала өте ұятшаң. Бір адамға қандай қиыншылық берсе дейді Алла тағала. Осы дүниеде қиыншылық берсе, ғалымдарымыз айтады, ол кісінің жан тапсыратын кезінде қинауға Алла тағала ұялады дейді. Жан тапсыратын кезде осы дүниеде пейнет көрген адам басқаша болып кетеді дүниеден. Сол үшін бір адамдар ұзақ жатып, төсек тартып, ауырып дүние салады. Алла тағала солардың жанын көбінесе қамырдан қыл суырғандай ұйықтап жатқан күйі, немесе бүкіл әл қуатын алып, тып-тыныш қылып жанын алады. Тазартады. Алла тағала кімді қандайда бір маңдайына пейнет берсе, оған тазару береді. Мен айтқым келген екінші бір нүкте, бұл көп адамдарда осы кінә іспенен сіздің араңыздағы мәміле қандай дәрежеде болу керек? Құрметті жақсылар, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген хадис бар. Күнә жасаған адамды кейіме оны сөйлеп төмен санама дейді. Бұл ереже бұл. Бірнеше хадис келген. Біреуіне айтып, сен күнәлі адамды күнәсін айтып, оны келемеждесең, сенің басыңа келмейінше сен өлмейсің дейді. Құдай сақтасын, бір адамды бір күнә жасап қойды, айып жасап қойды, сен соны келемеждедің, мазақтадың. Сенің басыңа сол келмейінше сен өлмейсің. Екінші ереже, күнә жасаған адамды келемеждегеннің күнәсі күнә жасаушыдан да ауыр деген сөзі бар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Атаулла Сакандари деген кісі айтады. Себебі дейді осы хадиске, себебі күнә жасаған адамның дейді ілінетін жері жоқ дейді. Ілінетін жері жоқ. Ал күнә жасағанды мазақтаушы адам дейді, өзін жоғары санайды. Тәкаппарлыққа жақындады дейді. Басқа жағынан айтайыншы. Өткенде де осы сөзді айтып жүрдім. Мұса пайғамбар өте ерке пайғамбар болған екен. Еркелігі сонша көп нәрсені сұрай берген ғой. Маған өзің көрінші деген ғой. Тіпті ше, бір Алла тағаладан бір пайғамбар сұрамапты ше. Мұса пайғамбар сұраған ғой. Осы дүниеде тұрып, я Аллахым, мен сені көрейші деген ғой. Ойласаңыз ше, енді қандай о кісінің соншалықты енді қарапайымдылығы, Алла тағалаға соншалықты кеңдігі. Сол
Мұса пайғамбар сұрайды екен Алладан: Аллахым, егер бір адам намаз оқыса, құлшылық жасса, сен не істейсің депті. Сөйтсе, ләббайка деп айтам депті. Қош келдің деп айтам депті. Айт деп. Ал егер ол кісі ораза тұтса, не істейсің десе, ләббайка деп айтам депті. Егер ол кісі садақа берсе, не істейсің десе, ләббайка деп айтам депті. Ал егер ол кісі күнә жасады, сол күнәсін иығына арқалап саған келсе, не істейсің десе, 3 мәрте ләббай деп айтам депті. Сосын сұрайды ғой: неге дейді ғой? Аналар намаз оқыды, ораза тұтып, садақа беріп жатыр, бірақ 1 мәртеден айттың. Ал енді күнәсімен келіп еді, сен оған 3 мәрте айттың дегенде, намаз оқыған адам намазына сүйенеді. Ораза тұтқан адам оразасын ортаға қояды. Садақа берген адам садақа бердім ғой деп соған сенеді. Бір нәрсені беріп, Аллахым деп бір кішкентайда бір нәрсеге сеніп барып менен сұрайды. Ал күнә жасаған адам ұстайтын нәрсесі жоқ, ол бейшара ғой. Менің алдыма 2 қолы бос күйінде, Аллахым, сенің есігінен басқа есік қалмады деп келеді. Мен сол үшін оған 3 мәрте ләббай, ләббай, ләббай деп айтам деген екен. Білесіз ба? Ибн Қайым деген бір кісі айтады. Енді ол кісінің ақидада қателері көп, бірақ әулиелер туралы айтқан, осындай бір сырлы әлем туралы айтқан сөздері керемет, біздің әхлі сүннаның сөздеріне келеді. Сол осы күнә туралы айтады. Күнәнің сырын, сауаптың сырын барлық адам біле бермейді. Сондықтан бір адам сауап жасаса сұмдық қылып мақтама, және өзіңде мақтанба. Күнә жасасаң бір адамды даттама, өзіңді даттанба. Оның сырын хастың хасы біледі. Мүмкін Алла тағала күнәменен саған ескерту беріп атқан шығар, басқа нәрсеңе дейді. Оны бір ғалымдарымыз талдап айтады. Расында да, сіз егер бір күнә жасаған адамды көрсеңіз, ана адамды жек көрмеңіз. Ой деп көз алдыңызда төмен санап, мына күнәһар екен, мынау пара берді, мынау өтірік сөйлейді екен, не дейді тағы да күнә, мынау ұрлықшы, мынау зінақор, мынау парақор деп кемсітіп, өзіңнен төмен санама дейді. Сол күнәні саған көрсетсе, Алла тағала сенен бір хикметті күтіп тұр. Сол жерден сабақ алмасаң, сен таяғыңды жегенің әлі де. Сол күнә арқылы сіздегі бір нәрсені түрткілеп атыр Алла тағала. Ойланыңыз, соған сенің қатысың бар ма? Өйткені білесіз ба? Мысалы, көп адамда болады ғой. Бір күні Жигули сатып алдым. Сөйтсем, жұрттың бәрінде Жигули бар ғой. Анада да. Сосын бір күні бір ерекше машина деп, анау бір Део деген кәрістің машинасы, соны Леганза деген машина сатып алдым. Аз ғой десем, жұрттың бәрінде Леганза болып кетті. Ана бұрышта да тұр, ана бұрышта да тұр. Неге десеңіз, психологияда сондай нәрсе бар да. Сіз не нәрсеге көңіл бөлсеңіз, сол нәрсе сізге көріне береді. Жұрттан. Мұсылманның айнасы деп те пайғамбарымыз айтады. Ал психологияда айтады. Сіз осы дүниеде тек қана өзіңіздің айнаңызды көресіз дейді. Мысалы, өмірде бір нәрсені жақтырмадыңыз, Мен көп өзімді осылай зерттеймін. Мешітке келем, мешітте тұрғанда бір адамға ашуланам ғой, бір жолыңды кесіп кетеді, немесе бір адам біртүрлі болып тұрады ғой, ыңғайсыз, сәжде қылайын десең, анау аяқ киімдерін қойып тастаған, жаңағыдегі бір ыңғайсыз. Сол кезде бірден ашу келеді. Анаған Артур деп айтам ба, аяқ киім былай ғой деп айтам ба, дегін келеді ғой. Сосын тоқта деймін. Оны айту бір әңгіме, оны айту әңгіме. Бірақ оны қандай жағдайда айту керек, қалай айту керек, айтыңызшы. Сіздің ойыңызда қалай айту керек? Деп айтасыз ғой, қазір сол күйінде айтсаңыз. Эмоцияның не қажеті бар о жерде? Эмоция көтерілді, яғни сіздің сезіміңіз бұрқылдады деген сөз, сізде бір белгі бар. Ол сізде бар нәрсе шығар мүмкін. Сен сондай тәртіпсіз шығарсың. Сенде сондай бір нәрсе бар шығар. Сен өзіңді шұқы. Ондай адамға, сондай қателік жасаған адам қалай айту керек екен? Эмоцияны алып тастап, қарапайым тілде, бауырым, мен жаныма қойыншы, мен сәжде қылайын деп жатырмын. Бір адам айтпайды сізге, тура осында тұрсын, сен үстіне сәжде қыл демейді. Барлық адам түсінеді. Барлық
барлық адам бірден деп ұялады, жанына қояды, қыстырылады, берірақ тартады. Бірақ соны эмоциясыз, ана іштегі ашусыз, менсіз, анаған нұқусыз, соның бәрін алып тастап, кәдімгі қарапайым қып айту керексіз. Қарапайым. Егер сол жерде бір эмоциямен айттыңыз ба, онда сізде әңгіме бар. Сізде қателік бар. Онда емес. Ондағы қателік сізде отзыв берді. Сізде бұрқата қалды да. Себебін айтайын ба? Ол интернетте де тұр. Инстаграмда да болды, бір шетінен көрдім. Физикада мынандай нәрсе бар, андай. Дыбыс шығаратын мынандай ыдыстар бар да, қайық болып қалған ыдыстар бар. Бәріне герц қойып тастағанда, дыбыстың өлшемін қойып тастаған. Мысалы, 50 герцті алып, жанына 40 герцті қоңырау қойып, мына 40-тықты тың етіп ұрсаңыз, мына 50-лік дыбыс шығармайды. Өйткені екеуі екі түрлі толқында тұр. Әуе толқыны екеуіңкі екі түрлі. Ал егер мына 40-ты алып, дәл сонына 40-ты қойып, мынаны тың десеңіз, мынау да тың дейді. Сынап көріңіз. Неге? Өйткені бір толқында. Дәл сол сияқты, егер сізде бір адамда кінә көріп қалсаңыз, соған сізде толқын бұрқанды ма? Деңіз, өзіңізге. Анаған емес. Бірінші өзіңізге айтыңыз, сенің толқының ұрды бұл жерде. Сенде бар бір нәрсе. Ал шықу өзіңді. Өйткені анадан бұрын сен ғой түзелуің керек болған. Оны не қыласын түзетіп? Алла тағала сенен сұрамайды. Бірінші орында өзіңді сұрайды. Сен неге түзелмедің дейді. Оны көрсетуде де хикмет бар ғой. Байқадыңыз ба, біреудің күнәсін көрсетуде сізге белгі бар. Бір жерде толқын ұрды ма, сол нәрсе, сол толқын саған келді ма, онда сол нәрсе сенде бар. Не істеуіміз керек? Өзімізді түзетуіміз керек. Міне сол үшін егер бір адамда күнә көрсеңіз, бір айып көрсеңіз, оны асықпаңыз, эмоцияңызды көтеріп, мынау не мынау? Қандай күнә жасап атсың, мына сұмдық қой. Тоқта. Неге ашуландың? Ашуыңды бас. Ашусыз айт. Дұрыс айт. Дұрыс жеткізе біл. Өйткені ашуланып айтқан, өткенде сабағымда айтқан, міне, ашуланған адамның жүрегі бір-бірінен ұзақ болады. Онда естімейді ол адамсыз. Қанша айқайлаған сайын естімейді ол. Ал егер жүрегі жақын болса, тура жаңа қоңырау сияқты ғой. Естет. Жай айтсаң да бірден түсінеді. Бетін басады бірден түсіндім дейді. Ар жағын айтпай қой да дейді, керек болса дейді. Егер дәл тапсаң ауруын, тіке көзіне қарасаң да жетеді. Тіпті айтудың да қажет жоқ та. Ана айыпты адамға қарап, көзіңді бүйтсең болды. Түсіндім дейді. Болды, түсіндім дейді. Бұл жүректің жақындығы. Ол жүректі танымайтын адамға жүрегіңіз жақын болу үшін қаншалықты таза жүрек болу керек, ойлаңызшы. Эмоциядан, артық ойдан, ананы кем тұтудан абай болу керек. Ал бізде не? Біреудің күнәсін көрсек, бірден бұрқата қаламыз. О жерде бір тақуамыз біз. Мынау, жаңалдегі, білмеймін, бір айып көріп қалдық енді. Әйтеуір, сол жерде дереу бір сөз айтып кетеміз. Олай емес. Дұрыс сөз болмас. Сосын, тағы бір нүкте, соның жалғасы, күнә жасаған адамды жек көру менен күнәні жек көру екеуі екі түрлі дүние. Ол адам тазара алады. Ал енді сіз сол жерде тіліңізбен шаншысаңыз, сол шаншыған нәрсеңіз қалады ана жерде. Түсінесіз ба? Бекер емес қой. Тіл жарасы қалады. Ол уақиға бітіп кетеді. Сол үшін айтады, мынандай бір қызық притча бар ғой. Бір жігіт өте тілі ащы, балағат сөзді адам екен. Достар қалмапты, барлығы ренжіп, ақыр өмірден таяқ жеген ғой, сөйтіп әкесіне келеді, айтады: әкетай, мен қиналып кеттім өмірден.
Жұрттың бәрі қашып кетті дегенде, балам, неден дейді, неден ол, не айып, өзің көрші дегенде, мен тілім нашар дейді да. Балағаттап қоя беремін, жүрек, жұрттың енді қатты тиеді адамдарға дейді. Бәрекелді. Онда былай қыламыз дейді. Сен мынау үйде ағаш шарбақ екен, ағаштан не жасаған ғой енді, қорған жасап қойған үйіне, сол бір ағаш үйіңдегі шарбақ, соған бір күн деп есепте да, қанша адамға жамандық айттың, сонша шеге қақ дейді ғой. Енді бірнеше күн бойы анау ұзын шарбақтар, заборлар алаңсыз бастан аяқ шеге болады, сақырлаған ше. Сосын ақыры азая бастайды. Бір күні қуанып келеді, әкетай дейді, не болды дейді. Бірнеше күн болды дейді да, мынау шарбақтар таза дейді ғой. Мен қойдым дейді да, осы нәрседен босадым дейді. Бәрекелді дейді, онда кері қарай жүр дейді да. Енді жұртқа жақсылық айтқан сайын ана шегені ал дейді. Шегені ала бастайды. Сөйтіп бір күні келіп айтады, әкетай дейді, мен ана шегенің бәрін алып тауыстым дейді да, өзім қаққан шегелерді. Тап-таза болды дейді. Сосын әкесі ертіп келіп айтады. Бәрекелді дейді, енді мынау ағаштарды қарайықшы дейді да. Не көріп тұрсың дегенде, шегеніңізін көріп тұрмын дейді. Енді кейбіреулер сұмдық шұрық тесіп қоян. Міне дейді, сенің айтқан сөзің айтылды да, оны алынды дейді да, бірақ орында қалды ғой дейді. Өмірде солай. Біреуге айту бір бөлек. Айта салу оңай да. Ал бірақ сол нәрсе қалып кетеді. Өте ауыр нәрсе. Осыдан абайлаңыздар. Біреуге сөйлегенде, әсіресе өз жақындарыңызға, ұлыңа, қызыңа, көп ата-аналар бар. Ұлына аузына келгенін айта салады, қызына қалай болса солай ұрса салады, айта салады. Ей, бауырлар, бұл сіздің бауыр ет балаңыз ғой. Ішіңіздегі қоқысты неге төгесін оған? Сол қоқыспен өссін дейсіз ба? Ол тап-таза болып, кіршіксіз періште болып өсу керек қой. Оған ішіңдегі ең жақсы нәрсені төгуіңіз керек қой. Оған күш керек. Оған уақыт керек, дайындалу керек. Мен күшім тимейді, күшім жетпейді, мен жұмыстан шаршаймын, үйтем, бүйтем. Шаршасаң, жамандық айтқың келмесе еш нәрсе айтпа. Пайғамбарымыз әуелден айтып қойған оны. Сөйлесін ба, жақсы сөйле, болмаса үндеме дейді. Қоқыс төкпе. Өзіңнің жақындарыңызға, ата-анаңыз, аға ініңіз, бауырларыңыз, ұл қыздарыңызға қоқыс төкпеңіз. Өзіңіздің жақын бет көретін бауырластарыңызға ешқашан қоқыс төге салу өте оңай. Ол бізге жақында, өйткені нәпсіміз сондай. Өйткені психологияда оған энергия жұмсамаймыз да біз. Тез қорғану бізде өте оңай болғаннан кейін миға тез келеді да бұйрық. Не істе дейді, аузына келгенді айта сал. Мәсаған дейміз да. Қатырдық деп ойлаймыз. Жеңіл, өзің жеңілдеп қалдым деп ойлайсыз, ешқандай жеңіл емес ол. Оның ауырлығы ертең білінеді. Балаң, қызың бәрі қисық өседі. Өздеріңіз көрдіңіздер, ана су туралы кино бар ғой, осыдан қанша жыл бұрын шыққан документальный. Бір жапонның ғалымы екі суды алады да, біреуіне күніге таңертең тұрып балағат айтады екен, екіншісін мақтайды екен, күніге таңертең тұрып. 30 күнде қараса, анау мақтау айтқан су бұзылмайды ғой, әдемі мөп-мөлдір болып тұрады да, 30 күн бойы балағаттанған су көгеріп, қап-қара болып сасып кетеді ғой. Адамда қанша бөлігі 4-тен 3 бөлігі сұйықтықтан тұрады. Судан тұрмайды, сұйықтықтан. Қан бар, лимфа бар, басқа бар, балған бар, анау бар, анау бар. Барлық сұйықтық. Оның бәрі бұзылады. Ұлыңыз, қызыңызды бұзғыңыз келмесе, жақындарыңызға жамандық сыйлағыңыз келмесе, энергияңызды құртқыңыз келмесе сөйлемеңіз. Ал жақсылық тілесеңіз, дайындалып, барынша әдемі сөздеріңізді арнаңыз. Қазір күшіңіз жетпей ма, қоя тұр. Күш жинап кел, бар, ар жаққа бар, бер жаққа бар, жақсы нәрсе көр, жинал. Сен жақсылық қалайсың ғой, жан-жағыңның бәрі жайнап тұрғанды қаламайсыз ба? Жоқ әлде жан-жағыңызға қоқысты түкіріп отыра бересіз ба? Көп адам ойлайтын шығар, жан-жағыма қарай түкіре берсем, өзім таза болсам болды деп. Өзіңіз таза болмайсыз олай. Мынаның барлығы исі ұрады сізге. Күнә да сондай. Біреуді күнәлау үшін эмоция, барлық нәрсені алып тастап, ақыл менен, өте көркем мінезбенен жақындаңыз ондайға.
Адамды біз кемсітуге қақымыз жоқ. Өйткені барлық адам пайғамбарымызда ереже тұр, 100% ереже тұр. Барлық адам күнә жасаушы, қателесуші. Және де сол қателесушінің ішінде ең жақсысы кім? Тәубе етуші дейді. Болды. Яғни сіз де сондайсыз. Сіз де қателесіп жатсыз. Ал енді сіз жамандаған адам тәубе етіп қойса, сіз жаман болып қаласыз. Ал анау адам сізден озып кетеді. Сіз сол күй жаман болып қалдыңыз. Араңызда жаман болып қалады. Бір күнәсі үшін біраз жерге кеп қалдыңыз. Сондықтан құрметті жақсылар, біреуді күнәлау ол міндетті түрде суық ақылмен, дұрыс нәрсемен болу керек. Ол жерде эмоцияның қажеті жоқ. Ол жерде ешқандай да бір сезім қылып, бір адамның жеке басын айыптау жақсы емес та. Істі айтуға болады. Іс айтылу керек. Ал енді күнә жасаған адамдар болса, ондай болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жолын ұстанған жақсы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешкімнің атын айтып айыптаған емес екен. Арамызда бір адамдар бар деп сөйлейді екен. Осындай жасаған деп. Мысалы, бір күні бір жиында отырса, тамақ ішіп отқан ғой, түйенің етін жеген екен. Бір адам жел шығарып қойған ғой, ана жер енді иістеніп кеткен. Не деп айтады енді? Намазға тұрайын деп жатыр. Бірақ ана пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көркем мінезін қараңыз. Түйенің етін жеген адам болса, дәрет алсын деп. Қандай әдемілік, е? Ана жер бәрі дәрет алады ғой. Бәрі ет жеді ғой. Қандай әсем сөз. Дәл осыған ұқсайтын, енді бұл болған уақиға ма? Хасан мен Хусейн туралы айтады ғой, бір адам дұрыс емес дәрет алады екен. Соған әдемі қылып дәрет алуды көрсетуі. Пайғамбарымыздың өзінде де дәл сондай бар. Бір мешітте отырса, бір иемендік таудан түскен бір адам, енді тәрбие көрмеген, кәдімгі сөйтіп өскен адам ғой, енді тауда аюменен аю болып өскен адам ғой. Келеді де айтады ғой, пайғамбарымыз тіке қарап айтады. Сен Абдумутталиптің баласысың ба дейді. Иә дейді. Сен не туралы айтып жүрсің жұртқа дейді. Аллаға иман келтіру туралы. 5 парыз айттың ба? Иә дейді. Қандай? Мынандай. Болды. Сен қалай айттың, солай істесем мен жәннатимын ба? Иә, болды, кетіп қалады. Болды, басқа сұрақ жоқ қой, ойласаңшы. Отырады. Сөйтеді, ана жерде отырады да дәрет сындырғысы келіп кетеді. Таудың адамы ғой. Тұрады да мешіттің бұрышына барады да кіші дәретке ұра салады ғой сол жерде. Жұрт деген ду ата қалады ғой. Ол біз сияқты ғой, адам ғой. Дәл бізде сөйтетін ек қой. Эмоция, көрдіңіз ба? Бірден бұрқ ата қалды да сөйтіп айтады. Ей, дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, тоқтаңыздар. Бітірсін дейді ғой енді. Сіз өзіңіз ойлаңызшы, кіші дәретке барып бастаған адам тоқтай ала ма? Тоқтаса ол өзін де білдіреді ғой одан сайын, дұрыс па? Қоя тұрыңдар енді дейді да. Бастап қойды, ақыр бітірсін дейді да. Бітірсін. Бітіреді тірлігін. Сосын енді бір шелек су алып келіңдер да, анау үстіне сеуіп жіберіңдер дейді, ана жерде дейді. Тазарды. Ол жер жуып тастайды шелек сумен. Ол проблема жабылды да, болды, мешіт таза. Енді әлгі адамның қылығы қалды ғой. Оны өзіне шақырып алды. Қараңызшы, пайғамбарымызда эмоция үйтіп айтқан емес. Біреудің күнәсін көріп алып, эмоция көтеріліп, жек көріп, мынау не деп, мысалы, таудан түскен адам деген тәрбие, мәнер сен өміріңде деп, мысалы, біз айтқыздар ек ана жерде ше, не мынау деп. Бірден анау шығамыз, ана емендіктер деген сияқты, чимкенттіктер осындай сөз бар ғой, сондай сияқты. Шығады ғой, мысалы. Бір нәрсе болса, бір машина кетіп бара жатсаңыз, алдыңыздан бір машина қысып кетсе, нөмірі 13 па, чимкенттің бәрі осындай. Рахат, мүмкін сол жерде алматылық отқан шығар, ана машинаны сатып алып та. Қаяқтан білесіз? Ішінде кім отқан қаяқтан білесіз? Сразу ғой, бірден эмоция бұрқ етеді, ана айтыстамыз, анау чимкентский. Дәл сол сияқты боламыз ғой, бірақ пайғамбарымыз оның бәрін алып тастаған. Қандай әсем нәрсе. Алдына шақырып алады, кел дейді. Тізесіне қояды, ойлаңыз. Ең жақын тарту арабтарда сондай болған екен сол кезде. Тізесіне тигізіп отырады екен. Бұл өзіне қатты жақын тартқандығы. Сөйтеді да тізесіне қойып отырып, бауырым, бұл Алланың үйі дейді. Түсінікті. Бұл жерде тек намаз, ораза сияқты құлшылық ғибадаттар жасалынады. Басқа амалдармен айналысуға болмайды. Түсінікті ғой?
эмоция жоқ, бір қатты мынандай ақылды сөздер жоқ, қарапайым, доступно дейді ғой, жетерлі, бәрі бар. Анау кісі риза болады ғой, қателігін түсінеді, бұл жерге ондай жасауға болмайтынын айтты, бұл ғибадатхана өйткені, ондай жасама. Нақты ғой, нақты. Риза болады, бірақ ана жұрттың бәрі дегені қалып кетті ғана жүрегінде. Дәретін не қыламай қалды, еще ол білген жоқ қой, дұрыс қой. Білген жоқ ондай қылуын. Ол сондай, өз елінде сондай шығар. А жұрт оны кейіп тастады. Не істейді енді ол? Ақысын алу керек, адам ғой. Қолын жайып айтады ғой, Аллахым, мені және мына отырған Мұхаммедті кешір дейді. Мыналарды кешірме дейді ғой. Ашулама. Сөйтсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, бауырым, Алланың мейірімі кең ғой, неғып тарғып жібердің дейді ғой. Қарасаңызшы, тағы да әсем сөз ғой. Сонда ана амал жоқ, қысылып, қайтадан қолын жайып, Аллахым, осы жерде отырғандардың бәрін рахымыңа бөлегейсін деп айтқан екен ше. Бауырлық қой бәрі. Ана жердегі де өшті, жұрт та өзіне келді, бәрін қандай қылды. Бұл бірақ біздің сабағымыз еді бүгінгі. Күнә, айып, қате көргенімізде эмоция қажеті жоқ. Біз адамбыз, көтеріледі, бұрғата қаламыз, бірден. Адамбыз ғой, рас. Сондай кезде үндеме. Бас ананы, құрт. Ол шайтан, ол көтеріп атқан. Алып таста. Тіпті керек болса өзіңнен ойла. Сен ашуландың ма, онда сенде бар деп өзіңді айтта. Мүмкін сенде бар шығар сондай нәрсе деген кезде, ана ішіңіздегі қоя тұр, жоқ, мен тазамын. Қаша бастайды. Сенде егер сол нәрсе болмаса, сен ашуланбауың керексің дейсіз. Тоқтайды. Дұрыс айтасың. Не үшін ашуланасың? Ол адам ғой. Білмей тұрған шығар. Біліп те істеген шығар. Қателеспейтін болмайтын адам жоқ па? Бар, ол бәрібір жақсы ойы бар шығар. Не істеуіміз керек? Эмоцияны алдыңыз, сосын барып айтыңыз. Бауырым, осындай болды. Мына нәрсең дұрыс болмады. Менің ойымда. Қабылдады. Қабылдамады. Бәрібір эмоция керек жоқ. Мақсат, сіз айта салсымен бәрі қабылдай беру керек емес. Нұх пайғамбар 950 жыл уағыз қылған. Сонда 40 адам иманға келді дейді. Ең көп риуаят 70 адам дейді. Көп қып айтсаңыз, 70 адам дейді. Ойласаңыз, 950 жыл уағыз айтқан. Біз кейде бір адамға уағыз айтсақ, сразу қабылдамады дейміз. Сөйтем, қабылдамадың ба? Қабылдамады. Сен кәпірсің. Бітті. Сразу ғой, оңай ғой ондайға. Сен кәпірсің, мұнафықсың, бір нәрсесін, бол жүрегің қап-қара болып қалған, өліп қалғансың. Бітті ғой, өшіріп тастаймыз оны. Неге өткен біз уағыз айтқанда, біз деген не деген сұмдықпыз ғой, дұрыс па? Айтып қалған кезде жұрттың бәрі қабылдай салу керек. Қате ғой. Өйткені сіз де бұл жолға бұлай жетпедіңіз. Мен бір мысал айтам, өте көп өзім көзім көрген мысал. Бір екі жігіт отыр. Рамазан айында ораза тұтып үйреніп бастаған екен, бірақ намазы жоқ екен дәл кісінің. Ораза тұтып, ақыры күніге сабақ болады. Сол сабаққа келіп, намаз үйреніп, Құран жаттап кішкентай болғаннан кейін өзінің кластасына бір күні ұстап алып айтады дейді. Есін жиған ғой, ойласаңшы, қанша жылдан бері ұстап алып айтады. Кластас, сен қанша жылдан бері намаз оқисың? Мектептен кейін намаз оқимын. 15 жыл болды ма? 15 жылдан бері қарай маған бір намаз оқы деп айтпадың ба дейді. Айналайын, мен саған өмір бақи қарсап келемін. Сен ғой мені мазақтайтын. Сақалтай, жаңағы не бір нәрсе деп мазақтайтын ең ғой десе. Білмеймін деп айтады. Айтқан жоқсың деп айтады. Ана таң қалған ғой, Құдай-ау, мен саған күніге қақсаймын ғой, мазақтайсың ғой сен мені. Намаз оқиық, жүр жұмаға барайық, айт намазға барайық, уағызға барайық. Ана пәленше ұстаз келіп жатыр, түгенше ұстаз келіп жатыр, жүрсей деп мен ғой айтатын десін. Жоқ, айтпағансың деп айтады дейді ғой. Неге? Өйткені ол оған дейін барған жоқ әлі. Дәл сол сияқты бір адам сіздің насихатыңызды қабылдауға дайын болмаса, ол оны көрмейді да, естімейді да. Соған дайын болыңыз. Қабылдамады ма? Эмоцияны алып тастаңыз. Өте қарапайымдылықпенен сіз қабылдаңыз. Оның қабылдамағанына, оның дайын емес екендігін түсініңіз. Сіз оған жеткізе алмадыңыз. Алла тағала сіз арқылы оған әлі сауап берген жоқ. Біліңіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, сенің арқаңда бір адамның намазға жығылуы, иманға келуі, оң қолыңа күнді, сол қолыңа айды қойғаннан да абзал дейді.
сауабы сұмдық көп. Бірақ ол сауапқа әркім лайықты бола бермейді. Ондай сондай қымбат сауап екен, ондай болса, сол сауапқа лайықты болу үшін де Құдайдан сұрау керек. Сіз соған лайықты болуыңыз керек. Қорытып айтатыным, құрметті бауырлар, Алла тағала жасап атқан құлшылық ғибадаттарыңызды қабыл етсін. Сапарға шығып атқандарыңыз бар, соларға айтатыным, мына жерде мен қажылыққа барып келдім, тап-таза болып келдім деп әппақ болудың қажеті жоқ. Басқа күнәһар адамдардың бәрі, мыналардың бәрі күнәһар, мынаның бәрі кімдер, мынау деп, жоғарға шығып алудың да қажеті жоқ. Бәлки эмоцияны бәрін алып тастап, жасаған құлшылық ғибадатыңызды Алла қабыл етсін. Құдайдан көп сұрап басыңызды ие беріңіз, Алла тағала төбеңізден төге береді. Осы жерден ап кететініміз кішіпейілдік, жұртқа деген түсіністікпен қарайтын кең жүректік, біреуден күнә іздейтін қисықтық емес. Осы бір сабақты арқамызға арқалап, ақыреттік дорбағып алып жүрсек, қор болмайды екенбіз. Пайғамбарымыздың бұл бізге үйреткен сабақтарынан екен. Субханакаллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Илахи амин. Құлшылық ғибадаттарымызды қабыл ет. Елімізге тыныштық, амандық бер, жұртымызға тыныштық бер, береке бер істерімізге. Я Аллахым, еліміздің жанында болып жатқан түрлі соғыс, әртүрлі ауыртпашылықтарды көріп жүрміз. Аллахым, біздің елімізде де бірнеше сынақтар келді. Ендеше Раббым, Аллахым, бұндай ауыр сынақтардан дұрыс сабақ алып, басымызға қайтып келмейтіндей қылып өшіргейсін. Елімізге береке беріп, жаманшылықтан аман қылғайсың. Исламға қуат, мұсылманға бірлік бер. Қол жайып отырғандардың дүниелік, ақыреттік қандай да бір тілектер болса қабыл еткейсін. Сауда саламат болыңыздар.